Саламатсыз ба? Осы видео Чингис хан кезінде туралы. Саламатсыз ба? Осы видео Чингис хан кезінде туралы. Бір заманда бір ұл бала Темуджин аталады. Оның туған жері Монғолия. Сосын көп жылдар өтеді. Темуджин жаңа аты алды. Оның жаңа аты Чингис хан болды. Содан кейін ол моңғол ру әкеліп орын алды. Содан кейін ол көп сарбаздар атпен Қытайға шабуыл жасады. Содан кейін Пекин қаласына жоғалды. Оның сарбаздары өте мықты. Әлемдегі ең мықты және ең тез. Себебі олардың аттары өте тез. Сондықтан олар көп соғыс жеңді. Сосын басқа қалаларға келді, барды. Содан кейін олар көп жоғалған қалалар болды. Сосын олардың аталары Пекин, және Мерв, және Тараз, Отырар, Самарқанд, Исфахан, Парсияда, және Багдад, қазіргі Ирактың астанасы. Көп үлкен қалалар Орта Азиядағы шабуыл жасады. Чингис хан жаңа қағанат бастады. Сосын ол оңтүстік Қытайдың қағанаты, Хорезм қағанаты және Парсы қағанаты шабуыл жасады. Содан кейін Чингис хан қайтыс болғанда 200 бейбітшілік ұстанды. Бірақ көп адамдар моңғол сарбаздардан қайтыс болды. Сосын Чингис ханның тарихы өте қиын және қайғы